Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 98-ші сабақ, 56-шы жаттығу. Мәтінді тыңда. Атан түйе шөккен жер. Жасы 80-ге тақаған кезінде Райымбек батыр еліне: мені ана тұрған ағатанға мінгізіп, көштің басын хан тәңірге бұрыңдар. Ағатан шөккен жерге елді қоныстандырыңдар, депті. Бәрі қарт батыр айтқандай болады. Ел көшін тауға қарай бұрады. Көш қазіргі Алматы қаласы Райымбек даңғылы бойындағы орталық зират орналасқан жерге жетіп тоқтайды. Сол араға атан түйе де шөгеді. Ел осы араға қоныстанады. Көп ұзамай Райымбек батыр дүние салады. Батырдың зираты да сол жерге орнайды. Мәтін бабаңнан саған не қалған кітабынан алынған екен. Ал енді балалар, мәтін бойынша тапсырмаларды орындайық. Мәтін неліктен атан түйе шөккен жер деп аталған? Себебі Райымбек батырдың түйесі шөккен жер болғандықтан атан түйе шөккен жер деп аталған, және де батырдың жерленген жері де сол жер, және де елі де қоныстанған жер осы атан түйе шөккен жерде екен. Мәтіннен сын есімдерді тап. Мәтіндегі сын есімдер ақ, қарт және де атан сөздері, яғни ақ атан, қандай атан? Ақ атан. Қарт батыр, қандай батыр? Қарт батыр. Атан түйе, қандай түйе? Атан түйе. 57-ші жаттығу. Мақалдардың ішінен мәтін мазмұнына сәйкес келетінін тауып жаз. Егіннің жайын еккен білер. Ексең егін, шерсің тегін. Сәуір болмай, тәуір болмас. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Айлалы батыр алдырмас. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болар. Бұл жердегі мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақал айлалы батыр алдырмас. 58-ші жаттығу. Кестені толтыр. Кестеде адамға тән қасиеттер берілген, яғни кестенің бірінші бағанында жағымды қасиеттер және екінші бағанына жағымсыз қасиеттерін толтыруымыз керекпіз. Жағымды қасиеттері қайырымды, мейірімді, әдепті, тәрбиелі, намысты, ақылды. Ал жағымсыз қасиеттері қатыгез, мейірімсіз, әдепсіз, тәрбиесіз, намыссыз, ақылсыз. 59-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Сөздіктегі сөздер қай қарындаш түсіне сәйкесетінін тап. Сонан соң оларды тіркестіріп жаз. Сөздік: аю, қор, шоколад, түлкі, аспан, раушан, балапан, шырша. Осы сөздерді сөздіктермен тіркестіретін болсақ: қоңыр аю, ақ қар, ақ шоколад, қызыл түлкі, қызыл раушан, көк аспан, сары балапан, жасыл шырша деген сөз тіркестері пайда болды. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Балалар, видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сол кезде кейінгі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет.